Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа үй жағдайында казан кебаб дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызып тұрған газға қазанымызды қойып, көбірек етіп сұйық май құямыз. Орташа етіп туралып қойған осындай еттердің барлығын салып, қатты отта жақсылап қуырып аламыз. Шамамен 20 минуттай қуырдым. Етіңізге қарай. Менде жылқы еті, сол себепті ұзағынан қуырып алдым. Мінекей осындай болғанша қатты отта қуырып аласыздар. Жан-жағын осындай қоңыр болғанша. Барлық етті бөлек ыдысқа сүзіп аламыз. Сол майға кішкене май қосып, қыздырып жіберіп, картоптарды қатты отта қуырып аламыз. Жақсылап қуырамыз картопты да. Осылай шеті барлығы сарғайып, қызарғанша қуырамыз қатты отта. Картоптарды да бөлек ыдысқа саламыз. Қазаннан майдың барлығын төгіп, немесе бір ыдысқа құйып аласыздар. Сонымен кішкене май құйып, бірінші етті, одан соң артынша картопты және картопқа лайықты кішкене тұз сеуіп, және бір пиала су құйып, жай отта 50 минуттай бұқтырамыз. Мен 1 сағаттай бұқтырдым. Сонымен тамағымыз дайын болды. Өте оңай әрі өте дәмді кешкі ас. Міндетті түрде отбасыңызға жасап беріңіз. Үстіне пияз сеуіп, дастарханға ұсынамыз. Ас болсын.